Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Лашкарбек Аружан, 7-ші сынып оқушысымын. Бүгінгі менің қорғағалы отырған зерттеу жұмысымның тақырыбы сәлемдесудің қарым-қатынастағы маңызы. Жұмысымның мақсаты көпшілікке сәлем тілдік дағдысының этнолингвистикалық, психолингвистикалық деңгейін көтеруге үлес қосу. Зерттеу жұмысының міндеті әр елдің вербалды және бейвербалды амалдарын мәнін ашу. Сәлемдесудің қарым-қатынастағы маңызын түсіндіру. Лингвистика тіл білімін зерттейтін ғылым. Тіл білімінің салалары әралуан. Мәселен, лексика, фонетика, морфология, синтаксис, пунктуация, сөз мәдениеті, риторика. Оларды әралуан топтарға бөле беруге болады. Менің бүгінгі қорғағалы тұрған зерттеу жұмысымның тақырыбы этнолингвистика, психолингвистика, тіл мәдениетіне қатысты болайын деп отыр. Сәлемдесу қарым-қатынас жасаудың алғашқы қадамы. Үлкен ата-әжелеріміздің сәлем бермеді, сәлем етпеді дегені, көршілеріміздің бір-бірімен амандаспауы, кішінің үлкенге сәлем бермеуі қазіргі қоғамда жиі кездесіп жатыр. Сондықтан да сәлем дағдысының төмендеуі қазіргі көңіл аударарлық мәселе деп ойлаймын. Менің зерттеу жұмысымның маңыздылығын осы себептермен түсіндіргім келеді. Әр елдің сәлемдесуіндегі вербалды және бейвербалды амалдарды айта кетсек, вербалды амал дегеніміз адамның өз ойын, пікірін, ойын тіл арқылы жеткізуді айтамыз. Ал бейвербалды амал деп адамның өз ойын, пікірін, эмоциясын іс-қимыл арқылы жеткізуі. Бұл жайлы ғалым Елеуова Құралай ишара тілі деген ұғым берген. Бұл қарым-қатынас құралына поза, мимика, визуалды қатынас деген ұғым беруге болады. Ғалым Гареев бейвербалды амалдардың рөлінің ерекше екенін айтқысы келеді. Шынымен де бейвербалды амалдардың рөлі қазіргі қоғамда ерекше рөл алады. Бейвербалды амалдар үш түрлі болады. Біріншісі ұмытқан сөзіңді табу мақсатында, екіншісі бір зат айтқың келгенде, ол сөздің қаншалықты маңызды екенін айтқың келгенде, бір тіл арқылы бейвербалды ақпаратты түрге ауыстыру мақсатында. Қазақ сәлемдесуіне келетін болса, қазақ қоғамында бейвербалды амандасу түрлері өте көп. Солардың бірі қол алысу. Қол алысу көбінесе ер адамдар арасында жүреді. Ол амандасу түрін көбінесе егде тартқан адамдар амандасады, немесе жастар арасындағы таныстық түрінде қолдануға болады. Сәлемдесуге байланысты ғұрыптар: арнайы сәлем беру, дұғай сәлем беру, табаққа сәлем беру, кербез адамға сәлем беру. Дұғай сәлем қазақ халқында қолданылатын сәлем түрі. Мағынасы көп сәлем айт, ерекше сәлем айт деген мағынаны білдіреді. Қорытындылай келе, кім-кімге сәлем беретінін айтқым келеді. Жасы кіші, жасы үлкенге, сау кісі сырқат адамға, аттылы адам жаяу адамға, үйге кірген адам үйде отырған адамдарға, кешігіп келген адам күтіп отырған адамға сәлем беру керектігін айтқым келеді. Менің түйіндес өзім сәлемдесу әдебі мен оның мәні адам өміріндегі маңызды тереңірек насихатталса деймін. Сәлемдесу бұл үлкен рухани құндылық.